Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Тюзеза. Мен бүгін сіздерге WhatsApp-тағы алаяқтық схема туралы айтатын боламын. Жаңағы сіздерге танымайтын нөмірлер жазуы мүмкін. Осы сілтемеге кіріп WhatsApp группаға ақша таба аласыз деп. Ол группаға кірген кезде ол жерде 100-ге шақты адам болады, және де сіздерге задание беріледі. Осынша 10 адам әкел, бұл группаға каждый адамнан бұл группаға кіру үшін 1500 теңгеден аласыз деп. 1500 теңгеден определенный номерге адамдар ақша жіберіп сол группаға кіреді. Ол кезде ол группадан сіз шығарып, яғни сізді заблокировать етіп тастайды. Ол не үшін? Яғни сіз 10 адам әкелдіңіз 1500 теңгеден, сосын сіз ақшаны сұраған кезде, мен осы 10 адамды әкелдім, беріңіз деген кезде сізге ақша берілмейді. Ол яғни пирамида, бірақ та ақыны бір-ақ адам алып отырады. Сізге ешқандай да пайдасы тимейді. Екінші жағдай, жаңа TikTokта сообщениялар келеді, группаға кіру үшін 150 теңге, 200 теңге, 500 теңге, кейде 1500 теңге ақша табасың деп. Ол ондай ақша табатын табыс емес. Ол жерде кішкентай балаларға арналған, тоже пирамиданың схемасына жасалған. Бірақ та ол жердің системасы басқаша. Жаңа кішкентай балалар кіреді. Ол WhatsApp группаға өзінің достарын тартады, өзінің достарынан ақша алады, сол группаға кіргу үшін сөйтіп каждый кіргізген адамнан ақша түсіріп отырады. Бірақ та ол да пирамидаға жатады. Пирамида деген ол жақсы табыс көзі емес. Ол жаңағы сіздер пирамиданы продвигать етіп жатсыздар. Өздеріңіз де білесіздер, пирамида ол деген дені сау табыс көзі емес. Сондықтан да пирамидаға жоламаңыздар. Ешқандай онлайн табыс көзі WhatsAppта жоқ. Алданбаңыздар, сау болыңыздар.